Hello everyone. How are you? I think you are well. Сәлем менің қымбаттыларым, қалдарыңыз қалай? Және мен сіздерді жақсы деген ойдамын. Today we have our third lesson. Бүгін бізде үшінші сабақ. Окей. Сіздер бірінші сыныпта түстерді өткен болатсыздар, я? Түстер ағылшынша color деп аталады, я? Color. Окей. Қандай түстерді өттік? Менің білуімше 6 түс өттік. Я, менімен бірге қайталай ғой. Red, blue, orange, purple, yellow, and the last color is green. Okay, good. Барлық түстерді біліп отырсың, я? Өзің білетіндей, алдыңғы сабақта біз пішіндерді өттік, я? Пішіндер ағылшынша бізде shapes, я? Shapes. Өзіңнің кітабыңның 8-ші бетін аша қой. Сол 8-ші бетте қандай пішіндерді көріп тұрсың? For example, біріншісі, the first, it's rectangle. Under the rectangle is circle. Я, rectangle'дың астында бізде circle тұр, я? Тіктөртбұрыштың астында circle, шеңбер тұр. Одан кейін үшіншісі, the third is it's triangle. Yes, you are right. Я, сен дұрыс айтасың. Және төртіншісі барлық қабырғалары тең, бірдей. Пішінді қалай айтаймыз? It's square. Төрт бұрыш, я? Шаршы деген мағынада, square. Окей. Енді саған қазір бейнебаян қоямын. Осы бейнебаянда осы пішіндерді атайды, сонымен қатар түсімен бірге атайтын болады. Қандай түсті естисің, сондай түске сен осы пішіндерді тездетіп бояп шыға ғой. Мен саған 2 минут берем. I'll give you 2 minutes. Look and listen. It's a red circle. Now you say. It's an orange rectangle. It's a green triangle. It's a blue square. It's a yellow circle. It's a pink rectangle. It's a red triangle. It's a green square. Окей, балалар, қалай? Пішіндерді толыққанды дұрыс боядыңыздар ма? Ендеше біздің бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты бұрынғы түстерді және пішіндерді қайталаумен қатар жаңа сөздерді сөздік қорымызға толықтыру болып табылады. Сөздік қорымызға бүгін қоштасудың 4 түрлерін өтеміз. Сіздер бірінші сыныпта тек қана goodbye деген сөзді ғана өткен болатынсыздар, я? Қазір бізде goodbye-дің неше түрісін, мысалға біздің қазақ тілінде сау болыңыз, көріскенше, келесі уақытта кездескенше деген сияқты неше түрлі сөздерді қолданамыз. Сол сияқты ағылшын тілінде де әр түрлі қоштасудың түрі бар. Бірінші сөзге мысалға назар аудар. Ол сөзді сен білесің. Goodbye. Repeat after me. Артынан қайталай ғой. Goodbye. Goodbye. Керемет. Келесі сөзіміз бізде өте оңай, оны достарының араларында айтсаң болады. Bye-bye. Bye-bye. Яғни, сау бол деген сөз, я? Bye-bye деп. Сөйтіп тез айтсаңыз болады. Үшінші сөзіміз, ол бізде see you soon. Артынан қайтала. Repeat after me. See you
See you soon. Жақын арада көріскенше. See you soon. The next. It's time to go. It's time to go. It's time to go. Мен сияқты тез қайталап жіберші. It's time to go. Okay, good. It's time to go дегеніміз ол маған кететін уақыт болды. Менің кетуім керек деген мағынада. And the last и соңғысы бізде goodbye to all of you. Артынан қайталай ғой. Goodbye to all of you. Тағы да бір қайталашы. Goodbye to all of you. Goodbye to all of you. Барлықтарыңызға сау болыңыздар деген сөз. Әсіресе goodbye to all of you деген сөзді сен сыныптастарыңа айтсаң болады, я? Олар өйткені көп. Әрқайсысына сау бол, сау бол, сау бол, goodbye, goodbye, goodbye деп айтқаннан көрі, барлықтарыңыз сау болыңыздар деп айтқан бізге сәйкес келеді, я? Сондықтан да goodbye to all of you деп айтсаң, сен керемет сөздік қорың бар екенін білдіресің. Аха, бүгінгі сөздерді жаттап ал. Қазір енді бізде екінші сыныпта, бірінші сыныптағы өткен түстерді қайталай отырып, тағы да бірнеше түстерді қосып сіздерге үйретеміз. Қазір тағы да бейнероликке назар аудар. Ол жерде сен білмейтін тағы бір түс бар. Соны қайталайық. Кәнекей, бастайық. Look and listen. Red, blue, green, yellow, orange, pink, Я, кім айтады, қандай түс бізде жаңадан қосылды? Бірінші сыныптан өткен түстерден тыс. Қалай ойлайсың? How do you think? Yes, you are right. It's pink. Ол бізде күлгін түсті, я? Орысша оны біз розовый деп атаймыз. Дұрыс айтасың, қыздардың жақсы көретін түстердің бірі. Так, балақай, саған мынандай тапсырма. Бүгінгі өткен жаңа сөздерді жақсылап отырып қайтала. Ата-анаңмен жұмысқа бара жатқан кезде оларды әртүрлі сөздермен, күнде әртүрлі сөздермен шығарсам. Бір күні goodbye, бір күні see you soon, бір күні bye bye деген сияқты бүгінгі өткен сөздерімізбен жаттығып қайта тіліңді үйретіп, соған сөздік қорыңды көбейте бер. Жарай ма? Жаттап. Енді саған кішігірім тағы да бір тосын сыйым бар. Ол жерде бүгін Лиам және Лилидің кішігірім қойылым бейнебаянын тамашалайтын боламыз. Ал теледидарымызға назар аудара ғой. Let's watch. There's Mummy, there's Daddy, but where's Charlie? Now, Charlie, sit here and be good. Teddy bear, turn around. Teddy bear, say good night. We want Charlie. We want Charlie. We want Charlie.
Goodbye, everyone. Иә, көрдің ба? Екеуі де қонжықтың киімін киіп алып, қойылым қойды. Және кім айтады? Осы видеоның соңында олар қалай қоштасты? Goodbye everyone. Тағы да бір сөздік қолымызға қосатын боламыз. Артынан қайталай ғой. Міне жазуы, міне шығып тұр, сенде бірге оқып, менің артынан қайтала. Goodbye everyone. 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 Goodbye everyone. Кез келгендеріңізге сау болыңыздар деп айтып жатыр, иә? Барлықтарыңызға деп айтып жатыр, иә? Бұл жерде барлықтарыңызға сау болыңыз. Goodbye everyone. Окей, балақай, олар бізге everyone деп айтты. Ендігі кезек саған үй тапсырмасы. Үй тапсырмасында please open your activity book at page 6. Activity book'ның 6-шы бетін аша қой. Ол жерде 4-ші және 5-ші тапсырма берілген. 4-ші тапсырмаға назар аудар. Алма, шар, сонымен қатар фламинго, жүзім, тағы сол сияқты басқа да көп деген заттардың, жануарлардың түстерін, жануарларды көріп отырсың, иә? Мен саған берер тапсырма, осы жерде сен олардың түстерін ағылшынша жазуың керек. Мысалы, біріншісі алмаға қарашы, ол бізде қызыл түсті. Қызыл түс ағылшынша сен білесің, ол red. Red деген қалай жазылады? R-E-D. Осы үш ақ әріппен жазылады. R-E-D. Red деп жазылған, көріп тұрсың өзің. Енді екінші суретте қандай түс тұр? Иә, көк. Көк ағылшынша бізде blue. Оны енді өзің жазып келетіндігін үміттемін. Өйткені сен бұларды өткенсің, сонымен қатар алдыңғы сабақтарда да жазып қайталап жүрдің. Ал егер сен ол түстерді қалай жазылатынын білмей дал болып жатсаң, онда сен кітабының, яғни Pupils Book'ты ашып, 9-шы бетін қарасаң, барлық сөздер бар. Соған қарап жазсаң, одан әрмен есіңде қалатын болады, иә? Ендігі сіздерге тағы да бір кішігірім бейнебаян бар. Бұл жерде Лиам мен Лили сіздерге бүгінгі қоштасудың түрлі сөздерін әнмен жеткізетін болады. Сонымен бірге, менімен бірге әндетіп, осы сіздерді жаттап ала ғой. Ал бейнебаянға назар аудар. Let's sing. Goodbye, bye-bye, and see you soon. It's time to go. Goodbye to all of you. Goodbye, bye-bye, and see you soon. It's time to go. Goodbye to all of you. It's time to go. Goodbye to all of you. Керемет, сен де менімен әдемі етіп әндеттің деген ойдамын. Менің де көңіл күйім көтеріңкі, өйткені әндеттік. Я, сіздерге бүгінгі сабағымыз тәмамдалды, аяқталды деп айтқым келіп отыр. Сіздермен осы бүгінгі өткен сабақтың сөздерімен қоштасқым келіп отыр. See you soon. It's time to go. Goodbye, all of you. Bye-bye.